Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пиццериядағы пиццадан кем түспейтін рецептпен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қамырын илейтін боламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құйып, жарты шай қасық тұзды саламыз және жарты ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы саламыз. Және де 2 ас қасық ұнды салып, 1 келкі болғанша араластырып аламыз. Бетін жауып, ауа өтпейтіндей жауып қою қажет. Сосын 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Біздің массамыз 10-15 минуттай тұрып, көтеріліп шықты. Енді сұйық майымызды құямыз және алдын ала електен өткізілген ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп болдым. Енді пакетке салып, бетін жауып 1 сағатқа ашығанша жылы жерге қоямын. Пиццаның қамыры ашып көтерілді. Мына қараңыздар, қандай үлпілдеп әдемі болып көтерілді. Енді оны 2 бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөліп, бетіне зәйтүн майын құйып, 1 келкі қылып бетіне жағып шығамыз және пакетке салып, тағы да 10-15 минутқа жылы жерге қоямыз. Мен керек заттарымды дайындап турап алдым. 2 түрлі ірімшік және помидор және шұжық дайындап алдым. Кетчуп, майонез салатын боламын. Қамырымыз тағы да демалып, көтеріліп шықты. Енді пиццамызды жасайтын боламыз. Қамырды жұқалау қылып жаю қажет. Маған оқтаумен жайған ыңғайлы, қолмен жайсаңыздар да болады. Қалауларыңызша оқтаудың көмегімен формаға орналастырамыз. Астына міндетті түрде пергамент қағазын салу қажет және шетін осылай өріп, бүгіп шығамыз. Мен өзімнің формам үлкен болғандықтан мен 2-ге бөліп жасап жатырмын. Сіздер егер формаларыңыз кішірек болса, 3-ге бөліп жасасаңыздар да болады. Қамырды жұқа қылып жая берсеңіздер болады, өйткені оның құрамында ашытқысы бар. Піскен кезде көтеріліп жұмсақ болып шығады. Соусқа кетчуп майонезді 1 келкі қылып жағып шығамыз. Кетчуп майонездің орнына томатны пастаны да жақсаңыздар болады. Бетіне қызанақтарды қойып шығамыз.
Қызанақ пен шұжықтан басқа піскен тауық етін және тартылған ет және де болгар бұрыштарын салып шығуға болады. Барлығы өз қалауларыңызша. Бетіне үкіштен өткізілген 2 түрлі сыр салдым. Бетіне қаншалықты сырды көп салсаңыз, соншалықты пиццаңыз дәмді болып шығады. Пиццамыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Одан артық ұстауға болмайды, өйткені біздің ірімшік күйіп кетуі мүмкін. Қамырдың екінші бөлігін жайып, екінші пиццамызды жасаймыз. Осылай жұқа қылып жайып, формаға орналастырамыз. Пиццамыз дайын болды. Қамыры шын мәнінде өте жұмсақ болып шықты. Сіздер қамырды илеп, холодильникте сақтасаңыздар болады. Кез келген уақытта алып жасай бересіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.